Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Қазақ тілі мен әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Жақсы. Балалар, сабақты бастамас бұрын топтар бүгінгі сабақта бір-біріне не тілейсіңдер? Соны айтыңдаршы. Ойыншылдық, бірлік. Бірлік. Сәттілік. Тілейсіңдер сендерші. Жақсы жұмылып жұмыс істеуіне, иә? Балалар, өткен сабақты еске түсірейікші. Біз қандай бөлімді өтіп жатырмыз? Қалдықтар. Қандай қалдықтар? Қауіпті қалдықтар. Жер планетасындағы қауіпті қалдықтар. Қалдықтардың қандай түрлерін білеміз? Өндірістік қалдықтар. Қазір оларды бір-бірінен ажырата аламыз ба? Қазір осы интерактивті тапсырма арқылы анықтайтын боламыз. Тұрмыстық қалдықтар, өндірістік қалдықтар. Газеті тұрмыстық қалдықтар. Газет, иә? Ас-киіктер тұрмыстық қалдықтар. Жақсы. Келе ғой, Карина. Фольга. Тұрмыстық қалдықтар. Тұрмыстық қалдықтар жатқызамыз. Келе ғой, Марсель. Химиялық қалдықтар, өндірістік. Өндірістік қалдықтар. Келе ғой. Ракол тұрмыстық. Жапырақ. Келе ғой. Газ, бұл өндірістік қалдықтар. Газ қалдықтар, иә? Келе ғой. Бір талай бар. Мұнай қалдықтар, ол өндірістік. Жақсы. Металл. Металл қалдықтары, иә? Металл өндірістік қалдықтар. Металл қалдықтары. Металл. Так, мына жерде тағы да. Келе ғой. Милана. Бұл аккумулятор, тұрмыстық қалдықтар. Рахмет, Милана, дұрыс. Так, құрылыс материалдары қалды. Құрылыс материалдары. Жансая, келе ғой. Құрылыс материалдары өндірістік қалдықтар. Жақсы, рахмет. Балалар, келесі слайдқа назар аударайықшы. Қалай ойлайсыздар? Бүгінгі сабаққа бұл суреттердің қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Экология туралы, экологтар, ғалымдар, атомдық бомба. Ядролық бомба дейміз, иә? Экологтар жұмыс істеп жатыр. Мынау қандай аумақ? Радиоактивті аумақ деп аталады, иә? Мынандай жерлер. Мынау қандай полигон? Семей полигоны. Семей полигонында балалар 40 жыл ішінде 500-ге таман радиоактивті қалдықтардың әсері әлі сезіп отырмыз, әлі де қаншама адам, қаншама экология қаншама зиян келтірілді, радиация пайда болды. Радиация сол радиоактивті қалдықтардың әсері ғой. Сонымен, бүгінгі сабақтың тақырыбы қауіпті қалдықтар, оқу мақсаттары, ғылыми көпшілік және публицистикалық стильдегі мәтіндер, мақала, интервью бойынша салыстырмалы жанр, құрылымы, тілдік құралдары, мақсатты аудиториясы талдау жасаймыз. Ғылыми көпшілік және публицистикалық мәтіндерге сүйеніп монолог және диалог құрау, сөз әдебі мен сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданып, тыңдаушыларға әсер ету. Балалар, алдарында мынандай жетістік парағы бар. Атымызды жазамыз, өздеріңді сабақ бойы осы критерийлер бойынша бағалап отырасыздар.
Балалар, еске түсейікші, жалпы стильдің қандай түрлерін білеміз? Публицистикалық. Көркем әдебиет. Ғылыми. Ғылыми стиль, ресми стиль, публицистикалық, ауыз екі сөйлеу стилі, тағы да қайсыны айтқан жоқпыз? Бәрін айттық па? Сонымен жалпы 5 стиль түрі бар екен. Бүгінгі сабақта балалар біз тек ғылыми стиль және публицистикалық стильге тоқталамыз. Олардың қандай ерекшеліктері бар, соны еске түсіріп, тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бүгінгі мәтіндерде кездесетін жаңа сөздер, оларды оқып шығайықшы. Қаулы, қатер. Зулу пайда болу. Баламасы пайда болу. Төтенше, ерекше, айрықша. Сарқылу, тауысылу, біту. Қауіп төндіру, апатқа әкелу. Балалар, осы сөздермен сөз тіркесін сөйлем құрастырып көрейікші. Сөз тіркесін. Қауіп, Бомба. бомба қауіпі дейміз ба? Жақсы. Сарқылу, ресурстар. Ресурстар сарқылады, иә? Қауіп төндіру. Экологияға ресурстар қауіп төндіреді. Ресурстарға, иә? Ресурстарға Қауіп төндіреді. қауіп төндіру, иә? Қауіп төндіру, апатқа келеді. Так, жақсы. Бірінші тапсырма, балалар. Бірінші тапсырма. Мәтіндерді түсініп оқып, жанр, құрылымы, тілдік құралдары, мақсатты аудиториясына қарай талдау жасау. Осы тапсырманы Вен диаграммасы арқылы орындаймыз. Вен диаграммасы арқылы орындаймыз. Қазір А мәтіні және Б мәтіні оқитын боламыз. А мәтіні, Б мәтіні. А мәтіні, балалар, энциклопедиядан алынған мақала, Б мәтіні журналда жарияланған интервью. Оқимыз. Балалар, енді тапсырманы орындауға кірісеміз, иә? Вен диаграммасы арқылы орындаймыз бұл тапсырманы. Дескрипторларға назар аударамыз. Жанр салыстырасыңдар, тілдік қолданысты анықтайсыңдар, құрылымын талдайсыңдар, аудиториясын анықтайсыңдар, ортақ ұқсастықты табасыңдар. Түсінікті ме? Вен диаграммасы.
Жанры. Жанры. Интервью. Көпшілік. Стилі. Публицистика. Жақсы. Аудиториясы бірінші. Стилі қандай? Стилі. Ғылыми көпшілік. Ага, ғылыми көпшілік. Жанры мақала. Мақала. Зеркальности. Тілдік ерекшеліктері. Терминдер, неологизмдер, сөздер тұрған мағынада. Иә. Мақала. Терминдер. Неологизмы. Аудиториясы. Жалпы аудитория. Оқушылар. Ғылыми. Ғылымдар. Аудитория ғалымдар. Құралмай емес. Құрылымы шығар. Құрылымы. Айтам құрылымы. Аудитория ғалымдар. Бір-екі мысал болса да. Ой. Бірінші топ дайын. Иә, 7 минут өтті. 7 минут өтті, балалар. Үшінші топ дайын. Иә?
Келдерші. Динара, сендерді тоқтар. Жұмысымызды аяқтаймыз балалар. Сонымен тақтаға шығатындар. Бірінші топ. Бірінші топтан бастаймыз ба? Я поставлю. Келдер. Тыңдаймыз. Дескриптор бойынша қарап отырамыз, я? Стиль публицистиканың стилі. Б мәтінін талдап ма? Ага. Жанр интервью. Тілдік ерекшеліктер. Терминдер, қоссөздер, қыстырма сөздер, баға беруші сөздер және хабарлы сөйлем. Кіріспе бөлім, негізгі бөлім және күртінді бөлім. Б мәтіні барлық оқырмандарға арналған. Барлық оқырмандарға арналған ол не? Аудиториясы, мақсатты аудиториясы дейміз. Так, терминдер деп отырсыңдар. Я қандай терминдер берген осы жерде? Б мәтінде. АЭС, эколог, экономикалық және экологиялық. Радиациялық, я? Ага. Баға беруші сөздер деп тұр мына жерде. Баға беруші сөздер. Ага. Шығаруға болмайды. Так. Және Тағда. Толықтыратын топ бар ма? Баға беруші сөздер. Б мәтінде. Баға беруші сөздер. Бола алмайды. Болу тиіс. Болу тиіс, я? Так, қауіпсіз өңдеу мәселесі туындайды, я? Әсері зор болу мүмкін баға беруші сөздерге жатқызуға болады. Жақсы, рахмет, отырамыз. Екінші топ. Екінші топ бізге А мәтіннің ерекшеліктерін айтатын болады. А мәтінін, я? А мәтіні стилі ғылыми көпшілік. Көпшілік. Және мақала. Тілдік ерекшеліктер, терминдер, фактілер, сөздер, тура мағындар, неологизмдер. Аудитория бұл жалпы аудитория, оқушылар, эколог. Барлық аудиторияларға арналған демекші, я? Мақсатты аудиториясы. Ақпараттық сипат. Ақпараттық сипатта жазылған, жақсы. Құрылымы шығар, я? Кіріспе, сосын негізгі бөлімі бар, қорытынды бөлімі бар. Терминдер деп отырсыңдар, я? Терминдер. Қандай терминдерді мысалға келтіресіңдер? Изотоптардан. Пестицидтер. Мутация. Радиация. Ага, жақсы. Химиялық, биологиялық, я? Ага. Так, тура мағынада сөздер. Сөздер тура мағынада деп тұрсыңдар. Ага. Мысалы, я? Ол жаңағы ғылыми көпшілік стильге тән, я? Ерекшелік, барлық сөздер тура мағынада. Дұрыс па? Жақсы, рахмет, отырамыз. Үшінші топ бізге осы екі мәтіннің ортақ ұқсастығын айтып жеңдерші бізге. Екі мәтінде экология мәселелері әсіресе радиоактивті қалдықтар мен олардың салдары туралы айтады. Екі мәтінде радиация, ядролық қалдықтар, экожүйе, қауіпсіздік сияқты ғылыми терминдер қолданылады. Бірдей мәтін құрылымы, бірдей аудитория. Құрылымы кіріспе бөлім, негізгі бөлім және қорытынды бөлім. Мәтін құрылымы бірдей деп отырсыңдар, я? Аудиториясы, мақсатты аудиториясы бірдей деп отырсыңдар, я? Барлық оқырмандарға арналған, я? Екі мәтінде. Жақсы. Екі мәтіннің тақырыбы ортақ, бір деп айта аламыз ба? Я. Дұрыс, я? Жақсы, рахмет, отырамыз.
дескрипторлар бойынша бағалау парағында өзімізді бағалап жібереміз. Плюс немесе минус қоямыз, я? Дескрипторлар бойынша. Тақтаға назар аударамыз. Қазір осы тапсырмаларды орындайтын боламыз. Бірінші топ. Интервью мазмұнына сүйеніп, АЭС-тің қауіпсіздік мәселесі туралы көзқарасыңды Попс формуласы бойынша білдіріңдер дейді. Дескрипторлар. Мәселеге қатысты өз ұстанымын 2-3 аргументпен дәлелдейді, мәселеге қатысты қорытынды жасайды, интервью ақпаратын қолданады, формулаға тиісті клишелерді қолданады. Екінші топ. Жұптық жұмыс. Мақала мәтіннен 4 сұрағы бар сұхбат құрастырыңдар. Дескриптор мәтін бойынша 4 сұрақ құрастырады. Сұрақтарға толық сөйлеммен жауап береді. Жауап беруде мәтін ақпараттарын қолданады, ұсынылған клишелерді қолданады. Үшінші топ. Топтық жұмыс. Қаламызда Таза Қазақстан экологиялық акциясы өтуде. Осы акцияның эмблемасын жасайсыңдар. Мәтіндерде берілген ақпараттарды қолданасыңдар. Дескрипторлар креативті эмблема жасайсыңдар. Мәтіндегі ақпаратты қолданасыңдар. Сөз әдебі, сөйлеу этикеті формаларын орынды қолданасыңдар. Тыңдаушыларға әсер ете отырып, эмблеманы қорғайсыңдар. Тапсырмалар түсінікті ме? Түсінікті. Оңдаймыз. Міндетті түрде болу. Никита, сен жүрсің. Полина. Екеулер, я? Жақсы. 4 сұрақ. Дескрипторға назар аударыңдар. Эмблемаларын креативті болу керек, қорғайсыңдар оны. Бұл тапсырманы орындауға 7 минут беріледі. 7 минут беріледі. Клишелерді ұмытпаймыз, я?
Marcel, problema? Marcel, problema? Галка, Саша, Амина. Problema? Сидишь? Авторындайын ба? Так, сонымен бірінші топтан бастаймыз ба? Бірінші топтан бастаймыз ба? Келе ғой. 1-2 жауапты ғана тыңдаймыз, иә? 1-2 жауапты ғана тыңдаймыз. Менің ойымша АЭС қауіпсіз, себебі қазіргі АЭСтерде қауіпсіздігі жүйелері бар. Олар апаттардың алдын алады. АЭСтерде автоматты түрде реакторы тоқтататын жүйелер және қолдықтарды қауіпсіз сақтау әдістері қолданылады. Осыған байланысты бұл шаралар АЭСтердің қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз етеді, экологиялық таза энергия өндіреді. Қорытындыға келді. Осындай қорытындыға келді, иә? Бұл АЭС қауіпсіздік мәселесіне байланысты Марсельдің пікірі. Иә? Балалар, дескрипторларға назар аударайықшы. Аргументтер болды ма? Аргументтер болды ма? Қорытынды жасалды ма? Интервьюдегі ақпарат қолданылды ма? Қандай клишелер қолданылды? Барлығы болды, иә? Клишелер барлығы болды. Жақсы, рахмет. Карина, да? Менің ойымша АЭС құрылысы техникалық тұрғыдан мүмкін. Себебі оңай болады түсіндірмен АЭС салу үшін ядролық қалдықтарды сақтау және қайта өңдеу жүйесін дамыту қажет. Сонымен қатар, оның мына факторымен баламалы энергия көздерін дамытуға да басты назар аудару қажет. Осыған байланысты АЭС салу еліміздің энергетикалық қажеттіліктерін шешуге мүмкін. Энергетика қажеттіліктерін шешуге мүмкін. Каринаның пікірі, иә? Дескрипторларға назар аударамыз. Клишелер қолданылды ма? Барлығы ма? Иә. Ақпарат, интервьюдегі ақпарат қолданылды ма? Қорытынды болды ма? Өз ұстанымын аргументтермен дәлелдей алды ма? Жақсы, рахмет. Келіңдерсіңдер. Сәлеметсіз бе, қауіпті қалдықтарға химиялық, радиациялық қалдықтар жасады. Жатады. Қауіпті қалдықтар қоршаған ортаға үлкен зиян келтіреді. Солай ма? Келтіреді, солай ма? Олар адам денсаулығына да табиғатқа да қауіпті. Қауіпті. Қандай түрлері бар? Химиялық, биологиялық және радиациялық қалдықтар. Радиоактивті қалдықтар ең қауіпті не?
Ең қауіптісі қайсы, иә? Жақсы. Олар мутацияларға, улануға және өлімге әкелуі мүмкін. Әкелуі мүмкін. Аха. Дескрипторларға назар аударамыз. Осы үшінші топ, неге, тақтаға назар аударайықшы. 4 сұрақ болды ма? Болды. Сұрақтарға толық сөйлеме жауап берді ма? Мәтіндегі ақпарат қолданылды ма? Иә. Қандай клишелер қолданылды? Сәлемен сөзбен, қалай олайсыз? Кешіріңіз болды ма? Болған жоқ. Қалай олайсыз? Болды ма? Иә, Болды. Әрине. Болған жоқ. Жақсы, рахмет. Үшінші топ келіңдер. Эмблема, иә? Үшінші топтың эмблемасы. Сәлеметсіздер, құрметті парламент тұрғындары, біз сіздермен сайлауымызға таза Қазақстан акциясының эмблеманы ұсынамыз. Қалдықтарды азайту және қайта өңдеу, қалдықты сұрыптау, пластик пен басқа да материалдарды қайта өңдеу. Өнеркәсіптік ұстаныммен кірсе зауыттарға экологиялық стандарттар күшейту. Суды қорғау, өзен көлдерді тазарту, су ресурстармен ұтымды пайдаланады. Жас отыз табиғаттың экологияның тазалықтың символы, көгілдір таза аспан судың бейнесі, сары күннің және жарқын болашақтың символы. Осы түстер акцияның негізгі идеясын айқындайды. Таза табиғат және жақсы болашақтың кепілі. Тамаша, жақсы, рахмет. Дескрипторларға назар аударайық. Эмблема қандай болып шықты? Креативті. Өздерің айта келіңдер. Мәтіндегі ақпаратты қолданылды. Жақсы, қолданды, иә? Ақпарат қолданылды. Сөз әдебі, сөйлеу этикеті формалары орынды қолданылды ма? Иә, қолданылды. Эмблеманы қалай қорғады бұл топ? Тыңдаушыларға Әсер ете отырып. Жақсы, рахмет. Бағалау парағына шығамыз, өзімізді критерийлер бойынша бағалап шығамыз. Екінші тапсырма бойынша. Плюс, минус, иә? Балалар, сабақтың мақсатына оралатын болса, осы сабақтың оқу мақсаттарын іске асырдық па, көрейікші. Сонымен, қандай мәтіндермен жұмыс жасадық? Ғылыми көпшілік және публицистикалық. Стильдегі. Жанрлар қандай болды? Мақала, интервью. Оларды салыстырдық па? Талдау жасалынды, иә? Жанрын анықтадық, құрылымын, тілдік құралдарын, мақсатты аудиториясына талдау жасалынды. Сонымен, монолог, диалог құрадық па? Құрадық. Сөз әдебі, сөйлеу этикеті формаларын орынды қолдануды үйрендік пе? Үйрендік. Жақсы. Ендеше балалар, сабақтың қорытындылай келе, алдарында мынандай кестелер бар, иә? Осы кестелер бойынша бүгінгі бірінші бағынға мен білетін ақпарат, бүгінгі сабақтан бүгінгі тақырып бойынша мен білетін ақпарат, бұрыннан білетін ақпаратты жазасыңдар, осы бүгінгі тақырып бойынша. Екінші бағынға мен үшін жаңа ақпарат, бүгінгі сабақтан алған жаңа ақпаратты жазасыңдар. Ал үшінші бағынға осы тақырып бойынша нені білгілерің келеді, соны жазасыңдар. Толтырып жазып.
жүремін, мен үшін жаңа ақпарат, білгім келеді. Никита. Болдым. Аяқтаймыз. Тексеріп жүрейікші балалар. Сонымен, бұрыннан білетін ақпарат. Химиялық, биологиялық және радиациялық қалдықтар бар. Қауіпті қалдықтар адам мен табиғатқа зиян әкеледі. Зияны бар екенін білесіңдер, иә, бұрыннан білесіңдер. Қазақстан уран өндіру бойынша көшбасшы. Уран өндіру бойынша көшбасшы. Жақсы, уран өндіруден. Никита. Қазақстан уран өндіруден енді елдердің бірі. Қатарлы елдердің бірі, иә, уран өндіруден. Жақсы. Сендер үшін жаңа ақпарат. Динара. Радиация сумен азық-түлік арқылы мутацияларға, улануға және өлімге әкеледі. Қалдықтар түрлері бар. Жақсы. Ядролық қалдықтарды сақтау және өңдеу маңызды. Жақсы. Нені білгілерің келеді? Неліктен радиациялық қалдықтар ең қауіпті? Эколог қандай баламалы энергия көздерін ұсынады? Жақсы, тамаша. Карина? Нені білгің келеді? Нені білгің келеді? Білім керек. Еді Қазақстан уран өндіру елімізді жеткізу. Қалай? Қазақстан уран өндіруді Қалай өндіреді, да? Уранды қалай өндіреді? Жақсы. Динар. Қазақстанда баламалы энергия көздерін дамыту деңгейі қандай? Деңгейі қандай, иә? Баламалы энергия көздерін дамыту деңгейі қандай деп отыр. Жақсы. Сонымен балалар, бүгінгі алған білімдерін қоршаған ортаға үлкен жауапкершілікпен қарауға ықпал етеді деген ойдамыз. Сабаққа қатысқандарыңыз үшін, белсенді қатысқандарыңыз үшін рахметімді айтамын. Сонымен маған бағалау парағын бересіңдер, иә? Бересіңдер. Қазір мен сіздерді бағалап берейін. Бағалау парағы. Үй тапсырмасын жазып алыңдар. 65-ші бет, 7-ші тапсырма. Гаухар, молодец, келісемін, 10 балл. Александра, 10 балл. Алина, 7 балл, келісемін. Карина, 8 балл, жақсы. Жансая, 10 балл. Марсель, 10 балл. Амина, 7 балл. Гаухар 9 балл қойыпты өзіне. Арина 6 балл қойыпты өзіне. Сабағымыз аяқталды, балалар, сау болыңдар. Сау болыңыз.